Мені мағынасы таң қалдырған дұға. Өзгелердің дұғаларында я Робби жаални ғани тақи хафи. Осы үш нәрсе сұралды, үшеуінің мағынасына тоқталайық. Ғани, яғни маған байлық, мұқтажсыздық берші. Бұл жердегі мал дүниеңіздің көп болуы емес, ешбір адамға ешқашан мұқтаж болмайтындай күйде өмір сүру, ешқашан бір қажеттілігіңіз үшін біреуге алақан жайғызбайтындай қылып Алланың өмір сыйлауын сұрау. Тақи, Алладан қорқу деп аударамыз. Бұл қай жерде жүрсеңіз де Алла тағала сізді көріп тұрғандығын біліп, сезініп, әр қадамыңыз оның разылығы үшін басылатын өмір сұрау. Демек, әрдайым, әр секунд оның көріп тұрғандығын, естіп тұрғандығын жүрекпен сезініп, және де әр қадамыңыз ол риза болатындай көлемде басылатын өмір сұрау. Ал үшіншісі хафи, яғни жасалған әрбір жақсылық амалдарыңызды ешкім көрмейтін, Алла мен сіздің ортаңызда жасырын қалатындай, рия араласпайтын, және де сізді де тіпті ешбір адам танымай өтуі мүмкін, бірақ әлемдердің Раббысы танитындай өмір сыйлауын сұрау. Міне, өміріңізді өзгертетін, Алла сүйетіндей өмір сүргізетін керемет дұғаны жаттап алайық. Толықтай біз описанияда қалдырдық. Дұғаны жоғалтып болмас үшін сақтап алуды ұмытпаңыз, және өз стористарыңызда да бөлісіңіз, мүмкін айналаңызға пайдаңыз тиер.